Қайта көргеніме қуаныштымын. Уәде бергендей сіздерге YouTube'ты бастауға арналған алғашқы 15 қадам видео сабағын тегін сыйлыққа беріп жатырмын. Бірақ сабақ басталмай тұрып, сіздің де уәдеңізді алып алғым келіп тұр. Осы жерде айтылған барлық ақпаратты дәл қазір істеп, соңына шейін каналыңызды настройка жасап қоям деп маған уәде беріңіз. Көп сөйлемей, бірден іске көшейік. Ең бірінші сіздерге телефондарыңызда Google Chrome браузерін скачивать етіп алу керек болады. Ол Android-қа да, iPhone-ға да бар приложение міне тұрған. Вот соны жүктеп келіңіздер, сосын жалғастырамыз. Все, жүктеп келсеңіздер, бұл браузер бізге не үшін керек екенін айтып өтейін. Кейбір настройкалар YouTube-та жасалатын телефонның приложениесінен жасалуға келмейді. Сондықтан мен сіздерге оны компьютердан көрсетем, ал мынау браузер бізге не үшін керек? YouTube-тың компьютердағы версиясын ашу үшін керек телефонда. Қазір қай кезде оны ашу керек екенін айтам компьютердің версиясын, ал пока что қалай ашу керек екенін көрсетіп берейін. Браузерға кіреміз. Сосын мысалы YouTube деп жазайық. Міне YouTube-тың басты бетіне кірсек, мына жерде телефонға арналған версиясына кіріліп тұр, ал бізге полная версиясы керек. Ол үшін оң жағындағы үш нүктені басамыз да, версия для ПК деп басамыз. Все, міне бізде компьютерға арналған версиясына кірді. Қазір бұл қай кезде керек екенін айтам. Пока Google аккаунт создавать ету керек, бізге бірінші қадам, соған көше берейік. Телефондағылар жаңағы жазып алған браузерда істейтін болады. Google Chrome'да, компьютерда да сол браузердан көрсетем. Создать аккаунт Google деп просто поисковикқа жазамыз. И мына жерде аккаунт деген шығады, соған басамыз да төменге түсірсек, создать аккаунт деген бар. Телефонда, возможно, для себя или для бизнеса деп шығуы мүмкін. Для себя деп таңдаймыз. Ары қаратай атымыз жазу керек. Фамилиямызды. И имя пользователя ойлап табу керек, ұмытып қалмайтын, уникальны. Так, мен мысал үшін 55-77 дей салайын, уникальны болу үшін, тез көрсету үшін. Возможно, сіз таңдаған атау доступны болмай қалуы мүмкін. Бұл каналдың аты емес, жай Google аккаунттың, яғни почтасының аты, имя пользователя, сондықтан ұмытып қалмайтын бір ат болса болды. И уникальный болмаса, өзі мына жерден шығып тұрады, басқа атау таңда деп. Ары қаратай бізге пароль жазу керек болады. Пароль жазған кезде латиницада бір үлкен әріп болу керек, кішкентай әріптер болу керек, сандар болу керек. И желательно для безопасности специальные символы болу керек. Ол қандай? Решетка, собачка, жұлдызша деген сияқты специальный символдар. Өзіңіз ұмытып қалмайтын бір парольді таңдап алыңыз, жазып қойыңыз соны, сосын ары қаратай жалғастырамыз. Мен де жазып алайын. Все, пароль жаздым, енді ары қаратай далі деп басамыз. Так, ары қаратай бізге енді номерға SMS келеді, өзіміздің номерін жазамыз, сосын далі деп басамыз. SMS-тің кодын жаздым, кейбір адамдарды сұрамауы да мүмкін, но көбінесе сұрайды. Кодты жазамыз, SMS-тан келген и подтвердить деп басамыз. Так, ары қаратай бізге енді номер телефона жазу керек и резервный адрес электронный почты. Ол не үшін керек? Номер мен электронный почта резервный. Егер сіз өзіңіздің аккаунтыңыздың паролін ұмытып қалсаңыз, немесе сіздің атыңыздан біреулер кірген кезде уведомление келу үшін, в общем, восстановить етіп алу үшін аккаунтыңызды қажет болады. Сондықтан міндетті түрде басқа почталарын жазып қойыңыздар қолданыстағы. Мен жазбай қояйын пока. Мысал үшін көрсетіп жатқандықтан. Так, туған күніміз жазамыз, айымыз жазамыз, жылымыз жазамыз и полды таңдаймыз. Далее деп басамыз. Так, мына жерде пропустить деп басу керек и төменге түсіріп принимаю деп басамыз. Тез болып кетіп жатса, кішкене артқа жылжытып қарап аларсыздар. Все, әне Жұмағали деген қате жазып жүріппін, ештеңе етпейді. Google аккаунтымыз создавать етілді. Бізге енді екінші қадамға көшу керек. Ол үшін youtube.com сайтына кіреміз. Міне дәл осылай жазылып тұрғандай. Так, кірдік. Енді телефондағылар мана ең басында көрсетіп едім ғой сіздерге компьютердағы версияны қалай ашу керек екенін. Вот солайнан компьютердағы версияны ашып алыңыздар. Егер дұрыс ашылса, барлығы дәп-дәл осындай болып шығып тұру керек. Так, кеттік. Енді ары қаратай біз мына жерде оң жақта войти деген кнопка бар. Егер кіріп алсаңыздар полная версияға, соған басамыз. Менде автоматически кіріп кетті жаңағы создавать етілген аккаунтқа. Егер сіздерде кірмесе, вот осы иконкаға басамыз, қайтадан войти деген кнопка болады. Вот осы жерде добавить аккаунт деп басып, қайтадан кіру керек болады бізге новыйдан создавать етілген аккаунтымызға. Так, кіріп тұрғасын, енді ары қаратай бізде екінші қадам басталады. Ол создать канал. Яғни YouTube-та канал ашатын боламыз. Вот иконкаға басамыз, оң жақтағы создать канал деп басамыз. И бізге уже мына жерде каналдың атын
ойлап табу керек болады. Пока теманы қандай темада таңдайтыныңызды білмесеңіз, каналыңыз не жайлы болатынын білмесеңіз, онда тұра берсін. Қазір келесі қадамда каналдың атын қалай өзгертуге болатынын көрсетем. Так, мен мысал үшін дей салайын. Мына жерде псевдоним ойлап табу керек болады. Псевдоним ол қысқаша айтқан кезде Инстаграмдағы логиндарыңыз сияқты. Бұл жерде де әдемі бір атау ойлап табу керек. Бірақ каналдың атынан басқаша қуып кеткен атаулар емес, максимально каналдың тематикасына байланысты, каналдың атына ұқсас бір атау тауып алған дұрыс. Мен мысалы человеческий организм каналымда организм деп тұрады, просто каналдың тематикасында айтып тұр, қысқаша жатталып қалатын псевдоним. Бұл енді особо қатты маңызды емес, андай бір комментарий, тағы да басқа нәрселер жазған кезде ғана көрініп тұрады. Так, мысал дей салайын. Сіздер нормальный бір нәрсе ойлап табыңыздар. Кеттік, создать канал деп басамыз. Создать каналы кнопкасын басқаннан кейін бізде канал уже создавать етілу керек. Мынау оң жақтағы иконкаға қайтадан бассақ, міне мой канал деп шығып тұрады. Мана создать канал деп шығып тұрған еді. Значит, бізде уже канал создавать етілді. Мой канал дегенге бассақ, біздің каналға кіріп тұр. Арырата енді бізде үшінші қадам каналдың атын өзгерту. Ол үшін оң жақтағы кнопкаға басамыз, иконкамызға творческая студияға кіреміз. Вот осы творческая студия, біздің барлық істейтін нәрселеріміз осы жерде. Далее деп басамыз. И арыратай бізге настройки канала деген жер керек. Вот осы жерде основные сведения деген жерге барсақ, уже бірінші болып каналдың аты шығып тұр. Вот осы жерде өзіңіздің ертең сіз пока қазір келген кезде каналдың темасы не болатынын болашақта білмейсіз. И тапқаннан кейін ойлап тематикасын каналдың уже атын өзгертуге болады, бірақ 14 күнде 2 рет өзгертуге болады. Нақты определение болғаннан кейін каналдың темасы қандай екенін осы жерге келіп жазып өзгертіп тастаймыз. Мысалы денсаулық, зор байлық болсын, к примеру. И мына жерде сақтаудың кнопкасы, бұл жерде опубликовать. Вот осыны бассақ, уже каналдың аты өзгеріп кетеді. Маған керек емес, отмена деп баса салам. Все, каналдың атын қалай өзгерту керек екенін түсіндіңіздер. Енді келесі қадамға көше берейік. Бізде 5-ші қадам каналдың шапкасы мен аватарын қою. Ол үшін осы жерден алыстамай, сол жағында брендинг деген жер бар, соған басамыз. И мына жерде уже аватарды қою, шапканы қою. Мен сіздерге қалай жасалу керек екенін, размерлері қандай, шаблоны қандай болу керек екенін бұл жерде айтпаймын. Ол жайлы YouTube бизнес курсында толықтай айтып берем, қалай істеу керек, не болу керек екенін, размерлері қандай шаблондары бар екенін. Ал мына жерде қалай қою процесін көрсетіп берейін. Енді қысқаша аватарға не қоярыңызды білмесеңіз, сіздің каналдың тематикасы андай эксперт болсаңыз, рецепттер түсірсеңіз, қолөнер бойынша түсірсеңіз, онда өзіңіздің фотоңызды қоя салуға болады. Әдемі бір қарапайым, мысал үшін киіміңіздің цветінен басқа фонға барып, мысалы мен оранжевый киіп алсам, ақ фонға барамда фотоға түсем әдемі болып, и соны уже қоя беруге болады. Бұл ең оңай, ең минимальный базовый жолы. Ал егер денсаулық, факты, логическое задание деген сияқты темалар болса, онда ол жерде уже логотип қою керек болады. Оның жасалу жолында тоже толықтай YouTube бизнес курсында айтатын болам. Так, шапкамыз бар деп ойлайық. Загрузить деп басамыз, аватарымыз точнее. Так, кіріп, таңдаймыз дайын аватарымызды. Бізде осылайынан ашылады, немесе өзіңіздің түріңіз болса, логотип болса да, шеттерінен тартып, бетіп, жақындатып, объектті кішкене шапкаңызда ортасында түріңіз тұра ма, жазу тұра ма, соған кішкене жақындатып қоюға болады. Менде круг бар, соны кішкене центрировать етіп қояйын. Так. Примерно осылай мысал үшін жарайды. Готово деп басамыз. Все, біздің аватарымыз қойылды. Енді шапканы қою керек. Онда загрузить деп басамыз. Телефоннан немесе компьютерден тауып аламыз файлды. И открыть деп басамыз. Мына жерде де размерлары тоже айтылады. Готово деп басам. Все, опубликовать кнопкасын басамыз. Бізде шапка мен аватар қойылды. Оны қарау үшін перейти на канал деп бассаңыздар, мына жерде міне. Уже аватарда тұр, шапкада тұр. Дайын, барлығы. Келесі қадамға көше берсек болады. Бізде 5-ші қадам каналдың описаниесін жазу. Ол үшін қайтадан творческая студияға кіреміз. Оң жақтағы иконкамызға басып, творческая студияға басамыз. И сосын мына жерде настройки каналға қайтып барамыз жаңағы. И основное сведенияға басамыз. Мына жерде описание канала жазатын жер. Мен мамамның каналының описаниесін қоя салайын сіздерге мысал ретінде көрсету үшін.
Бұл жерде жалпы қысқаша каналыңыз не туралы, каналыңызда не болады, өзіңіз жайлы жазып қоюға болады. Және арасына каналыңыздың тематикасына максимально жақын кілттік ключевой сөздер жазып қою керек. Яғни сіздің канал ассоциироваться ететін сөздер, мысалы маман каналы қазақша рецепттер жайлы, міне жазып қойдық қазақша рецепттер. Ауыл өмірі деген, өйткені бұрында ауылда тұрған кезде тоже ауылдың өмірін көрсеткенбіз. Бұлар жаңағы каналыңыздың жалпы не туралы екенін сразу бірден білдіретін кілттік сөздер. Осыларды кіргізіп, арасына өзіңіз жайлы, каналыңыз жайлы жазып қойыңыздар. Сосын бұл жерде каналдың расписаниесін, яғни видеолар қай уақытта шығады, одан кейін барып тіркеліп кетіңіздер. Мақсатым, кейбір адамдар 1000 подписчик қашан жинаған, 2000 подписчик қашан жинаған жазып қояды. В общем, канал не туралы соны жазатын жер, осы жерге қысқаша жазып қойыңыздар. Дәл қазір алып өзгертіп, өзіңіз жайлы каналыңыз не туралы екенін жазып қойсаңыздар болады. Бізде келесі 6-шы қадам, реклама жөнінде хабарласатын адамдар сізге жазу мүмкіндігі пайда болу үшін почтамыз жазып қою. Ол да дәл осы жерде, мына жерде контактная информация деп тұр, и осы жерге өзіміздің почтамыз жазуымыз керек. Почталарыңыз жазған кезде жаңағы біз ашқан Google аккаунттың почтасын жазып қоймаңыздар. Өйткені ол безопасно емес. Яғни ақылды адамдар сіздің каналды алып кеткісі келетін, сізге почтаңызға жазатын болады. Егер өзіңіздің каналдың Google почтасын қойып қойсаңыздар, мен сізден реклама сатып алайын деп едім деп, бір жереттен неше түрлі файлдарды сіз кіріп, бақыламай өзіңіздің логиніңіз бен пароліңізді жазып қойсаңыз, ол каналдан айырылып қаласыз. Сондықтан максимально безопасно болу үшін басқа адрес электронный почты жаза салсаңыз болады, өзіңіздің YouTube аккаунтыңыздан бөлек. Так, все жазып қойдым. Сақтау үшін екі жағдайда да мына жерде любой нәрсені өзгерткен кезде опубликовать кнопкасы, соны басамыз. Все, енді бізден реклама сатып алатын болса, каналымыз дамып, өсіп кеткен кезде, просмотрлар бола бастаған кезде бізге хабарласатын жері бар. Енді бастап келе жатқандар түсінбей қалмаңыздар. YouTube'да көп жолмен табыс табуға болады. Яғни ең біріншісі монетизация, яғни сіздің видеоңызды просто адамдар көрген үшін сізге табыс түседі. Одан кейін барып, ең қарапайымы тікелей жарнама сату. Яғни сіздің бір каналыңыз ұнап қалады, просмотрлар әдемі болса, сізге неше түрлі компаниялар өздерінің продуктыларын рекламируйте деп жазатын болады. Мынау почтаны сол үшін қойып қойдық. 7-ші қадам, әлеуметтік желілерге сілтемелер қалдыру. Ол не үшін керек? YouTube'ның рекомендациясының арқасында, яғни YouTube бізге тегін просмотрлар алып келуге мүмкіндік береді. Ал біз сол жақтан келген аудиторияны максимально өзіміздің әлеуметтік желілерімізге тартып алуымыз керек. Вот сол үшін мына жерге өзіміздің әлеуметтік желілерімізге сілтеме қалдырып қою керек болады. Ол да дәл осы бетте, міне ссылки деп тұрған жерде добавить ссылку деп басамыз. Сөйтіп өзіміздің Instagram аккаунтымызды қалдырып қойсақ болады. Так, ссылкасын скопировать етіп келейін. Вот міне Instagram аккаунтымның ссылкасы. Соны мына жерге алып келіп қоямыз. Тағы одан кейін телеграмыңызды қойып қойсаңыз болады, тиктогыңызды қойып қойсаңыз болады. Ограничение жоқ. Добавить ссылку деп басасызда, мына жерге тикток деп жазып, ссылкасын қоя саласыз. Маған керек емес, пока мысал үшін жарайды. Опубликовать деп басамыз. Сіздер қарамай қойыңыздар, қалай болып тұратынын мен көрсете салайын сіздерге. Каналыңыздың кез келген бетінде жаңа қойған Instagramға ссылкамыз осылайдан көрініп тұрады. Басса, көрермендеріңіз сразу бірден Instagram парақшаларыңызға барады. 8-ші қадам бізде елді таңдау, каналдың елін. Ол үшін мына жерде төменде настройки деген бөлім бар. Қаратай барлығын осы жерде жасаймыз. 8-ші қадам бізде каналдың елін таңдау. Ол үшін осы жерде настройки деген бөлім бар. Соған басамызда канал бөліміне өтеміз. Негізі страна проживания ештеңеге әсер етпейді, бірақ желательно таңдай салған дұрыс. Мысалы, қазақ тілінде сөйлейтін болсаңыз каналыңызда, онда Қазақстан таңдайсыз, Америка ағылшын тілінде болса, США-ны таңдаймыз, соответственно. Так, басайық, Қазақстан таңдай салайық, мына жерден. Қазақстан таңдаймыз, и ары-қаратай 9-ші қадамда осы жерде каналдың тематикасына максимально қатысы бар, іздеп қалады-ау деген сөздерді, кілттік сөздерді жазу бөлімі бар мына жерде. Вот осы жерге жазып шығуымыз керек болады. Оны қалай жазу керек екенін, қалай іздеу керек екенін толықтай YouTube бизнес сабақтарында бар. Қазір қысқаша, мысалы, рецепттер туралы болса, каналыңыз онда жылдам рецепттер, қазақша рецепттер, мысалы, қазақша рецепттер,
Вот осылайнан максимально каналдың темасына байланысты адамдар іздеп қалады деген кілттік сөздерді жазып шығу керек боласыздар. Жазып болсаңыздар, мына жерде негізі сохранить деген кнопканы басып отыру керек, чтобы жоғалтып алмау үшін манағы жазған нәрселерімізді келесі қадамға көшпей тұрып сақтап алайық. Так, сақтадық. Енді қайтып кіреміз настройки бөліміне. Ары қаратай бізге загрузка видео деген бөлімге өту керек. И мына жерде мысалы кейбір мынандай моменттер болады. Каналыңызға әрбір видео салған кезде оның описаниесі болады. Яғни видео не туралы екенін, және одан бөлек ол жерде тайм-кодтар болады. Барлығын сабақтарда айтам. И әлеуметтік желілерге, тағда басқа нәрселерге сілтемелерді қалдырып отыру керек болады. Енді бізге қайтадан настройки бөліміне кіру керек сақталғаннан кейін. И загрузка видео деген бөлім керек. Мына жерде описание деген, яғни YouTube'да көріп жүрсеңіздер, әрбір видеоның астында описаниесі болады. Видео не туралы екенін, тайм-кодтар, түсінбесеңіздер, оның барлығы сабақтарда бар. Қалай істелу керек екенін, хэштегтар қоямыз, әлеуметтік желілерге сілтемелер қоямыз. Вот соларды қайта-қайта жаза бермеу үшін әрбір видеоңызда қайталана беретін нәрселер болады. Жаңа, пожалуйста, подписка жаса, мен әлеуметтік желілеріме сілтемелер деген сияқты. Оны әрбір видеоны салған сайын қолмен жазып отырмаймыз. Автоматически мына жерге жазып қоятын болсақ, олар новый видеолардың астында шығып тұрады. Керек жерін өзгерте саламыз, видеоның темасына байланысты сөздерді қосамыз да сақтай саламыз. Мысалы, мына жерде мен өзімнің инстаграмымды қойып қоятын болсам, алып келіп инстаграм деп жазып қойсам осылайнан, и сақтап қойсам осыны, менің каждый новыйдан салған видеоның описаниесінде уже инстаграмға сілтемем тұрады. Қайта-қайта жаза бермеймін. Істеп қойыңыздар осыны ерінбей. Өйткені болашақта шаршайсыздар бір нәрсені қайта-қайта істей беру үшін. Ал оны осылайнан жеңілдетіп тастауға болады. 11-ші қадамды да істеу үшін бізге жаңағы настройки бөлімі керек. Загрузка видео деген жерге барамыз да, параметры доступа деген жер бар. Вот осы жерде, егер осы қойылмай тұрса, сіз YouTube'қа видео салған кезде видеоңыз бірден барлық адамдарға көрініп кетуі мүмкін. Вот ондай нәрсе болмау үшін біз видеоны салғаннан кейін біз оны еще дұрыстауымыз керек, настройкасын жасауымыз керек, толтыруымыз керек, тегтарын жазуымыз керек, превьюімізді қоюымыз керек. Тағы да жетеді настройка жасайтын нәрселер. Вот соны жасалмай салынып кетпеу үшін біз доступ по ссылке деп қойып қоюымыз керек мына жерде. Бұл бізде 11-ші қадам міндетті түрде істелу керек. Бізде 12-ші қадам жаңағы описание сияқты қайталанатын тегтар болады әрбір видеода каналдың тематикасына байланысты. Соларды да қайта-қайта жаза бермеу үшін бір рет жазып қоюға болады. Теги дегеніміз қысқаша айтатын болсам, яғни видеоңыздың, салған видеоңыздың темасына максимально байланысты адамдар іздеп қалады деген сөздер немесе сөздердің тіркесі. Ол жайлы да толық YouTube бизнес курсында айтам, қалай іздеу керек, қалай тауып алу керек деген сияқты, қандайларын таңдау керек деген сияқты. Мысалы, ең базовый, мысалы, шашлык туралы рецепт болады, к примеру, рецепттердің каналында. Но каналдың тематикасы жалпы рецепттер туралы. Вот сол жалпы тегтарды мына жерге жазып қоюға болады. Қайта-қайта жаза бермеу үшін қазақша рецепттер, жылдам рецепттер деген сияқтыларды. И сосын отдельно оған қосымша каждый видеоны салған кезде сол видеоның темасына байланысты. Шашлык болса, шашлык дайындау рецепті, жылдам шашлык жасау деп қосымша осыларға қосып қоямыз. Вот, мысалы, қазақша рецепт деп жазып қойық. И новый каждый видеоны салған кезде маған тегтарда осы қазақша рецепттер тұратын болады. Мен қосымша қоса салам видеоның темасына байланысты тегтарды. Бұл өте ыңғайлы, алып жасап енгізіп қойсаңыздар болады. Қаншама уақыттарыңызды үнемдейді болашақта. 13-ші қадам контенттің, яғни салатын видеоның тілі мен категориясын таңдау. Бұл да қайта-қайта таңдап жүрмеу үшін, егер каналыңыз бір теманың төңірегінде болса, видеоларыңыз бір тема бойынша болса, мысалы менікіндей здоровье немесе рецепті деген сияқты, онда категорияны алдын ала таңдап қоюға болады әрбір видеоға. Ол үшін мына жерде категория бөлімін басамыз. Мына жерде где-то 15 категория бар. Егер нақты сіздің темаңыздікі болмаса категориясы мына жерде, онда соған максимально жақын категорияны таңдаймыз. Мысалы, мен өзімнің здоровье туралы каналымда общественная деятельность деген таңдаймын, ал маманның каналында рецепттер туралы люди блоги таңдалады мысалы. Так, біреуін таңдаймыз, ары қаратай енді тіл, яғни видеоның тілі қандай тілде. Көбінесе біздің қазақ тілді рецепттер, тағда басқа нәрсе түсіретін студенттер қателесетін жері, ол видео қазақша болады, ішінде сөйлейтін нәрселері, но атауын почему-то орысша жазады. Ол негізі дұрыс емес нәрсе, олай істемеңіздер, ол жай сіздерге лайфхак. Мына жерде видеоңыз қазақ тілде болса, бұл ештеңе решать етпейді особо қатты, но таңдап қоя салуға болады. Мысалы, казахский.
Жаңа айтқандай, видеоның атауы мен описаниесі, егер видеода қазақша сөйлесеңіз, қазақ тілінде жазылу керек толықтай. Вот сол үшін қазақшаны жерін таңдай салсақ болады. 14-15 қадамды жасау үшін бізге сообщество бөліміне өту керек. Бұл жерде біз ең төменге түсірсек, мына жерде черный список деген жер бар. Яғни, мысалы, сізді біреу ұнамайтын бұғау сөздер жазғанын қаламасаңыз, сізге одан кейін сізді басқаша қылып атайтын болса, мысалы, мен атым Асланбек болса, Асик деп айтқан ұнамаса, к примеру, онда соны мына жерге жазып қойсақ болады. Үтір арқылы барлық өзіңізге ұнамайтын комментарийда ол сөздер болмағанын қаласаңыздар, соның барлығын үтір арқылы осы жерге жазып қойсаңыздар болады. Сосын жаңағы сілтемелерді жібермеу үшін, тағы да басқа нәрселерді жібермеу үшін, спам жасамау үшін бұл 15-ші қадам. Мынау отправлять комментарий со ссылками на проверку деп басып қоямыз, чтобы адамдар басқа бір продуктларды, сіздердің жаңағы көрермендеріңізді, сізді қолдайтын алдап кетпеу үшін, немесе тағы да басқа нәрсе предлагать етпеу үшін, вот осы жерге галочка басып қойсақ болады. Все, сохранить деп басамыз. Біздің 15 қадамымыз аяқталды осымен. Егер осы 15 қадамды қатесіз барлығын қайталап істеп шықсаңыздар, онда сіздің канал уже толықтай жұмысқа дайын. Енді бізге қалғаны нормальный идея ойлап табу каналға. Атауын соған қарап дұрыстап қоямыз. Енді ол жағы қиын емес. Егер идея таңдаудан проблема болса, ол жайлы толықтай өтетін, дайын, тез жасалатын, көп просмотр жинайтын видеолардың темасы, видеолардың идеясы, каналдардың идеясы мен YouTube бизнес курсында толықтай айтылады. Одан кейін барып көп просмотр жинайтын, тез арада подписчик пен просмотрлар алып келетін видеолардың идеяларын қалай табуға болатын секретный метод. Одан да басқа толып жатқан толықтай YouTube-қа жетістікке жетуге керекті сабақтардың барлығы каналымызға YouTube-тан табысты долларға шейін алып келу, даже күміс кнопка алу, каналда галочка алу деген сияқты барлық нәрсені өзімнің сабақтарымда айтатын болам YouTube бизнес курсымда. Одан бөлек 10 күндік живой марафон болады. Яғни менімен 10 күн бойы тікелей эфирде бірге жұмыс жасайтын боласыздар. Каналдарыңыз жібересіздер, темаларыңыз болмаса тема таңдасуға көмектесем, видеоларға идеялар табысуға көмектесем, қай жері қате, қай жерін дұрыстау керек, барлығын айтып беріп отырам. 10 күн бойы өзім разбор жасап, одан бөлек Telegram чатта сіздермен действующий ютуберлер, яғни YouTube-тан табыс тауып жүрген өте білімді ютуберлер менен бөлек сіздерге күнделікті сағат таңғы 10-нан кешкі сағат 10-ға шейін өздерінің көмектерін тигізетін болады. Яғни проблемаларын шешуге көмектеседі, қандай қиындықтар болып жатыр, сұрақтарыңыз туындай ма курс барысында, соның барлығы бойынша сіздермен бірге жұмыс жасайтын болады. Егер сіз